Ешкімі жоқ кемпір жалғыз сиырын сауып, сүтінен май жасап, оны көрші дүкенге өткізіп күнелтеді екен. Дүкенші кемпірдің адалдығына кәміл сенгендіктен одан алған сары майды таразыға тартпастан қабылдап ала беретін. Алайда бір күні ойына күмән ұялап, кемпірдің өткізген майын таразыға тартуды ұйғарады. 1 килограмм деп алып жүрген сары майдың 900 грамм болып шыққанында қатты ашуланады. Кемпірдің келесі келгенінде дүкенші: «Бұдан былай сізден сары май алмаймын. Сары майыңыз 1 келіге жетпейді. 1 келі емес 900 грамм болып шықты» дейді. «Ұят емес пе мұныңыз?» дейді. Сонда кемпір: «Менде 1 келілік тас жоқ болғандықтан сізден сатып алған 1 келі шекерді таразыға қолданып жүредім». Әлгі жерде дүкеншінің қызарып бозарғаны соншалық кірерге тесік таппай тыпыршып қоя береді. Міне дүние кезек дегеніміз осы. Не ексең соны орасың. Адамдарға істегенің міндетті түрде алдыңнан шығады. Әрдайым жасаған игі ісіміз және көретін ізгілігіміз көп болғай.